Және айтып өтетін нәрсеміз бар ғой. Мына жерге мүлдем вообще селитра, амофос деген заттар құйылмаған. Огород деген бітпейтін еді burada. Помидор ексең де ештеңе бітпейтін еді. Мана жерді аударғандан кейін 2 күннен кейін басыңа ұрсаң басың жарылады, бірақ кесек мыжылмайтын еді. Мына биогумустың артында болған не ғой, жидкий биогумус пен биогумустың арқасында болған огород. Ассаламу алейкум баршаңызға. Мына біздің бүгін 3 май біздің огурчыларымыз мынау. 1 наурызда егілген огурчылар. 400 грамм тамырынан биогумус салынған. Минус градустарда да түзеп берді ғой бұл. Минус градустарда су құрған жоқ мынау. Мына іші минус 1, минус 2 градустарда су құрған жоқ мына биогумустың. Бірақ стресс алды бұл. Бір 2-3 рет стресс алды. Стресстің алдыны Гумин Кизет деген мына көк канцердегі Асқар ағамыздың жидкий биогумусы ғой. Гумин Кизет деген. Осының арқасында аманап қалдық огурчыларды. Қазір салу деген жаман емес, жақсы. Міне огурчыларымыз салып тұр. Жаман емес. Міне жақсы салу. Северин деген сорт бұл. Өте жақсы деген сорты. Осы жидкий биогумусты 2 рет септік. Содан аманап қалдық міне. Қазір жайнап тұр.